Сочиде өтетін қысқы Олимпиада ойындарына Алматы облысынан қос биатлоншы Диас Кенеш пен Елена Хрусталева және конькимен мәнерлеп сырғанаушы Абзал Рахымғалиев қатысады. Талдықорғандық жастар ел намысын қорғайтын спортшыларды қолдау мақсатында арнайы шара өткізді. Жүздеген студент пен мектеп оқушылары спорт алаңдарына шығып, хоккей мен шаңғыдан жарыс ұйымдастырды. Олимпиадаға қатысатын біздің жаңағы спортсмендерімізді, соларды бәрін қолдаймыз. Әрине бұл өте жоғары деңгейдегі болатын жарыстар жақсы нәтижеменен ауылымызға оралады деген сенімдеміз. Сондықтан олардың жолы болсын. Біз бүткіл ветерандар атынан, бүткіл өзіміздің мына Алматы облысының барлық тұрғындарының атынан оларды қолдаймыз. Оларға сәттілік тілейміз, жеңіс тілейміз. Лондон Олимпиадасында, жазғы Лондон Олимпиадасында болған спортшылардың жолдарын берсін. Спортшыларымыз да ойлаймын дайын, оларда жаңа алдындағы Азия ойындарында, Олимпиада ойындарында қатысқан тәжірибелі спортшылар. Сенеміз біз спортшыларымызға. Алға Қазақстан.